Келесі есеп, дөңгелектің ауданы 14,49%-ке өсу үшін оның радиусын қанша процентке үлкейту керек? Дөңгелектің ауданын x процентке арттыру керек. Біз білеміз, s тең πr квадрат, аудан ол бізде радиустың квадратына тура пропорционал. Яғни осы жерде есептің шарты бойынша бізде пропорция шығады. πr квадрат ол бізде 100%, ал r плюс x ол бізде 114,49%. Енді ары қарай біз пропорция құру арқылы есептейміз. Осы жерден, яғни бізде πr квадрат көбейтілген 114,49%, ол тең πr плюс x көбейтілген 100. Ары қарай есептейміз, яғни r плюс x бөлінген r-дің квадраты ол бізде 114,49-ның 100-ге қатынасына тең. Осы жерде біз квадраттан құтылу үшін екінші жағын түбірдің астына аламыз, яғни r плюс x бөлінген r ол бізде тең 114,49 түбір астында бөлінген 100-ден бізде түбір астында 10 шығады. Енді r мен r-ді бөлетін болсақ бізде 1, қосылған x бөлінген r ол тең бізде 10,7 бөлінген 10. X бөлінген r ол бізде 10,7 азайтылған 1-ге тең. Осы жерде бізде x ол 0,7 r-ге тең. Демек, r-іміз бізде процентке айналдыратын болсақ, 0,7-ні көбейтеміз 100-ге, ол бізде 7%. Демек, дөңгелектің ауданын 14,49%-ке өсіру үшін оның радиусын 7%-ке үлкейту қажет екен.